Тек қана біреуін мысалға келтірсек, тұрмыстық зорлық-зомбылық болған жағдайда хаттама жасау үшін қазір куәгерлердің айғақтарына, бейне бақылауға сүйене отырып, зорлық-зомбылық жасау фактісі бойынша жәбірленушінің арызынсыз іс қозғау қарастырылған. Бірақ бұған қарамастан зорлық-зомбылықтың толастамауы, әйелдердің құқығын қорғау, балалардың қауіпсіздігін сақтау заңдамасын қатаңдатумен бірге, қоғамда қылмысқа мүлдем төзбеушілік принципі, заң мен тәртіптің қатаң сақталуын дәріптеп насихаттауды қажет етеді. Сол кезде ғана қабылданған заңдар сапалы орындалатын болады. Мемлекет басшысы отбасында ойран салатындар жазаға тартылмаса, олар одан бетер басынып кетеді. Мұндай әрекеттер үшін жазаны күшейтетін кез келді деп санаймын деген болатын. Аманат партиясы фракциясы қыркүйекте осы тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқығын қорғау және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне арналған заң жобасын шұғыл түрде әзірледі.